Көкте Тәңірі, төменде қара жер жаралғанда екеуінің арасында адам баласы жаралған. Адам баласының үстіне менің ата тегім Бомын қаған, естемі қаған отырған. Олар қаған отырып дүниенің төрт бұрышын алған. Дүниенің төрт бұрышы соларға қараған, азды көп қылған, кедейді бай қылған, тату елге жақсылық қылған. Олар осындай білікті, олы қағандар еді дейді. Тасқа қашалған. Соны айтып отқан естемейін де сол түрік қағанатын құрған Бомын бабада бәрде біздің бабаларымыз. Түрік қағанатын негізінен құраған қазақтың рулары. Мен Алақанның аясында кішкенай тақиядай Ақтөбе деп аталатығым төбенің етегінде тудым. Арқамыз қоңыр төбеге тіреушек, батысымыз көлбеп жатқан қасиетті Қаратау. Сағата заманынан бермен қарайғы қазақ халқының басынан кешкен ұлы тарих тап осы кішкентай жердің өзінен табылады. Біз бала кезімізде мына жерде Қапшағай дейміз. Сол Қапшағайдың аузында шомылып суға сүйтіп өсетін едік. Қапшағайдың жарының барлығы қазақтың кез келген жерінен табылатындай таңбалы тастар, өрнектер, неше түрлі жазулар, сызулар, суреттер болады. Біздің мына жатқан Қаратаудың беткейінен бермен қарай осы екі ортаның барлығы балбал тастар болады. Олардың бәрі мүлгіп, сәл солардың сырын ұқсаң, сыр шерткендей, сөйлеп кететіндей болып көрінуші еді. Біздің ауылдың қыздарының бәр шетіне шаңқобызшы болды. Өз зарлы болатын соғыс кезінде. Жаңа кішкентай ғана шөп желкелер мал жайғастырып беріп отыра қалып, қыздар бәрі қосылып тартып отырады. Сол жерден қосылып тартып кетеді. Мырзатайдың ауылының шаңқобызы бұл қыз-келіншектердің сол кездегі модный дейді ғой, сондай инструментіне айналған. Шаңқобыз тарту деген ол ерекше, әсіресе мынау Жамбыл қаласы қазір Тараз ғой, соның төңірегіндегі ел мына шаңқобызды былай тартқан кезде керемет, әлгі адамның қиялында жоқ. Бір керемет иірім, сарын, әуез, олардың жаңағы тербеліп, кішкентай қылдан, темір қылдан шертіліп шығу таңға жайып. Кешке жақын Қоңыр төбенің баурайында өз бірінен соң бірін ел жинала береді. Төмен амфитеатр сияқты төмендегі елге кешке жақын домбыраның үні керемет естілетін. Айтбенбет, Шәмшілдаға, Боранқұл, Қошмағанбет, Зиябек Қалыбеков, осылар қосылып отырып күй тартқанда ел ғажап күйге бөленуші еді. Мен Сүгірді көрдім, біздің ауылымыз көршілес, Сарсудан жыршы Мәді келетін еді. Осы бесеуі қатар отырып күй тартқанда біздің кішкентай менің ауылымның іргесіндегі Қоңыр төбе шайқалғандай болатын. Ауылдың үстінде күй қалықтайтын, құйқамыз шымырлайтын, сай сүйегіміз сырқырайтын. Ол Қаратаудың шертпесі дейтін, бұл бүкіл жан дүниеңді аралайды, бүкіл сарайыңды аралайды, ішіңдегінің бәрін ақтарып тастайды. Сол сарындардан үзік-үзік келе беретін еді менің құлағыма. Қаратаудың теріскей беті, күнгей жағы олсын, қай жағы, мұны Қырғыздан басталатын жоғарғы жағы, Жуалы жағынан бар. Төмен қарай жаңағы Талас, Сарысу, одан Созақ ұласып кетеді. Осы арқа беті, теріскей жағы тұнып тұрған Қаратаудың, Қаратау елінің
өзіне ғана тән, өзінің күйшілік, әншілік дәстүріне ғана өтіне лайықты, басқа ешбір ән мектебіне ұқсамайтын керемет мәнер, және халықтың фольклорында сақталған жай ғана қарапайым әндерінің өзі осы кішкентай ғана Ақтөбеде дуылдайды жатады. Мектеп қайдан болсын, мектепте болған жоқ, жөн бір кішкентай мектеп болды. Сабақ бергендердің бәрі өзіміздің ағаларымыз болмаса, жеңгеміз болып шығады. Не кітап жоқ, не дәптер жоқ, не қағаз жоқ, не мұғалім жоқ. Итшілеп сол жерде оқыдық сол мектепте. Қыздарбек дейтін жәкеміз сабақ берді, аяғы жарым жандау кісі еді. Өзінде білім жоқ, қандай білім берсін. Кейде сабақта отырамыз, отырғаннан кейін балалар шулайды, мұғалім жоқ, ағай жоқ. Сөйтсе бір кезде шулағаннан кейін бақытылы келетін шешесі. Қолында таяғы бар, айқайды салып. Шуламаңдар. Қыздарбек шай ішіп отыр үйде деп. Бірде сабақты бір жеңгеміз берді, Әсия дейтін жеңге. Біреуіміздің атымызды атай алмайды. Қайнағаның баласы кішкене мырзаға шырақ, ылғи осындай болып келеді. Сол жерден қалай адам болып шықтық? Қалай елдің артына қатарына қосылдық деп әс күнге дейін таңғаламын. 5-ші класс екеумізде есекке мінгесіп оқуға барамыз. Оны орталықта оқиды. Менен мен ол ауысқасын кейін мен де сол жаққа қарай кеттім. Екеуің бірге барыңдар деп. Бұл жердің мектебінен шықтым да. Сол жерге барып, ол жақта да жақсы оқи алмадым, бірақ Мырзатайға мен кідіргі болдым. Кідіргі болған себебім, бір жақта көкпар болатын болса, бір жақта ат шабыс болатын болса, Мырзатайды айналдырам кетіп баратырып. Мырзатай бүгін бармай-ақ қойғыш. Ол менімен бармай келсе, мен өтірігіме серік болады ғой ол. Мен өтірік айтсам, екеуміз бірге қайтып келгесін. Ол кетіп қалса, менің өтірігім шынға айналмайды. Ол ел сенбейді, қасыңдағы қайда дейді. Сонда да соны Мырзатай қанша айналдырсам да көнбейін. Ең болмаса мен тапсырмақ берейін. Мен оқуға барайын деп. Жаратқанға тіріліктің аз күн дәулет арқасындаң әйугәй тағдырдың ашы тұшы таттым дәмін әйугәй армандамын жаратқанға Ел кішкене тоғая бастады. Істесең ақша алатындай болдық. 50 жылдан былай қарайды. Сонымен кішкене үстіміз жамаудан ажырайын деді. Трико киетін болдық. Өйткені Мырзатай интернаттан қамтамасыз етіледі. Сол Мырзатай интернатта жүріп, қай жерде болмасын, өзіне жейтін қантынан нан алып келемейді. Қантын экономдап бізге әкеп береді. Мен апам ән салады, мен әңгімесін тыңдаймын, әнін тыңдаймын. Содан кейде айтатын, сен гармон тартсаң, мен саған қосылып ән салсам деп. Сол сөз есіме түсіп, ана оқу залында бір ескі гармон тұратын. Өзім айтып далбасалап жүріп, түнде отырып, түннің бір уағына дейін отырып, сол гармонды үйреніп алдым. Гармонды үйреніп, қыстың күні каникулда Владимир Степановичтан сұрап, сол гармонды ауылға арқалап келдім. Апамның арманына жеткіздім, гармон тартып, апам тартатын, айтатын әндерін білемін ғой. Әуеге армандамын жаратқанға деген ән тарттым.
өзіміздің Таласта интернат ашылып, біз Таластың балаларын бәрі Ақкөлге көшіріп жібердік. Ақкөлде 1 жыл оқып, ол интернатты түгел неге Қаратауға көшірді. Сөйтті, Қаратауда мен 54 жылы Сталин атындағы мектептің тұңғыш түлегіміз Илья Жақанов екеуміз бір. Мырзатайға көп баланың ішінде менің ықыласым ерекше oldu. Өйткені екеумізді іштей жақындатқан бір тылсым құбылыс бұл әдебиет пен музыка. Мен жас кезімде Мырзатай білет, мен тұңғиықтау болдым. Мырзатай сол кезде Қабырға газетіне шығарады, жанып жүреді. Бүкіл жастарды жаңағы көкірегі ояу, өлең жазатын, мақала жазатын, жаңағы сондай балаларды, қыздарды кәдімгі желпіндіріп, Қабырға газетіне мақала жазады. Оған мен сурет саламын. 1955 жылы Казгүнің филфагына келіп түстік. Группаның старшысы Әуелбаев деген соғысқа қатынасқан адам 22 жылы сол 1-ші курста старшысы болды. Қалған кездің бәрінде Жолдасбек Мырзатай болды старшымыз. Өте жақсы оқитынды сабақты. Әдебиетке икемді болатын. 2-3 курстан скетч филитондар жаза бастады. Ол кездегі студенттердің газеті Лениншіл жазады. Үнемі соның беттеріне мақалалары шығып тұратынды. Бейсенбай ағамыз кафедра басқарушы еді. Ол кісі әдебиеттен сабақ береді, бірақ үндемейтін адам болатын. Қарапайым адам болатын. Ойлаушы еді, апырмай, бұл сөзі кафедра басқарады, бірақ керемет соншалық момын екен деп. Әдебиеттің тарихына арналған бір конференция болды. Қазақ әдебиеті қайдан басталады деген. Сонда мен Мұхтар Мағауин екеуміз Бейсекең аспирантымыз, ол кісі бізді алып барып баптап сөйлеңдер деп. Соның алдын ала жаздық қойған программа шықты. Сонан Мұхтар сөйлеп еді. Ана қыз арасында қарсылық білдіріп отырды. Қажым Жұмалиев ағамыз. Қисынға келмейді ол деп. Сонан кейін ол Мұхтардың зерттеген дәуір қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет ғой. Мен ары кетіп қалдым ғой. Мен шыққаннан кейін мен тіпті арыға апардым ғой. Түрік дәуіріне. Сол кезде ана қыз шыдай алмады Қажым аға. Ей Бейсенбай, тарт күшіктеріңді үргізбей деді. Бүкіл конференцияда. Бейсекең бүйтіп басын ұстап бүйтіп отырды да қалды. Бейсеке деді. Менде бала шағам бар, көріп отырсыз, мыналар қорғатпайды маған. Сондықтан мен жұрттың бәрі қорғап отырмын. Пәлен ақынның өмірімен шығармас дейді, бітті қорғайды. Кандидат атағын алады, айлығы жақсы болады. Мен семьям бар қазір. Сондықтан мен басқа тақырыпқа көшембеп едім. Мырзатай, сен қателесесің, қателеспе. Түбі осы баянды болады. Біз бұл жолды айналып өте алмаймыз. Көріп отырсың ғой, өзбек, татар, бәрі де, түркмен де, бәрі де, Әзербайжан да бәрі де, бұның бәрін өз әдебиеттерін мұрасы етіп алып отыр. Бұл асыл мұралардың бәрі қазақтың байтақ даласында жасалған. Түрік қағанат деген сөз, ол қазақ қағанат ол. Ондағы сөздердің бәрін қарамайсың ба? Бізге жат жоқ. Мәселен, 12-ші ғасырда жазылған орыстың словойы опалку Игореве деген жырын кез келген орыс түсінбейді. Ал мынау 8-ші ғасырда жазылған ғой тасқа қашап. Кез келген қазақ түсінеді, бұны қазақтан қалай бөлесің дейді. Содан кейін мұңайып кетті, ана қыз көп кішкентай болып кеткендей болды көз алдымда. Жарайды Бейсеке деді. Қорғамаспын, бірақ сіздің айтып отқаныңыз дұрыс. Тәуекелге бел будым деп орнымнан тұрып мені құшақтап. Бәсе, солай болса керек еді қойды. Кейін көп қиындықпен мен қорғадым. Мен қорғағанды 69 жылы. Бұрын бәріміз білеміз ғой, кандидат диссертацияны екеуін қойып қоятын. Сонда жарты сағаттан қорғалады, бітті. Бір жарты сағатта саудасы бітеді. Мен 6 сағатқа созылды.
сол кезде 67 жылы мынандай кітап шықты ертедегі әдебиет нұсқалары дейді. Бұл мен білмеймін, әдебиет тарихына ең алғаш қазақ әдебиеті қайдан басталады деген сұраққа жауап берген, жұрттың көзін ашқан, қараңғыны жарып шыққан жарық сияқты кітап бұл. Бұны жазған кісілер Кенжебаев, Сүйеншәлиев, мен, Мұхтар Мағауин, Қабиболла Сыдық. Бұның ең алғашқы көне дәуірі жазған менмін, асыл бабаларымыздың өзі, түрік дәуірі. Сонда осы кітап шыққаннан кейін Москваның «Вопрос литературы» дейтін журналы мақала жазды. Осыған рецензия жазды. Сонда с выходом в свет этой книги история казахской литературы углубилась на целых 12 веков деп жазды. О кезде жалпы бұл тақырыпқа бару, оны зерттеудің қиындығынан емес, жалпы партияның қаһарынан қан тамып тұрған кезде, қылышы жалаңдап тұрған кезде, сенің туған халқының 98% сауатсыз болды, өткені болмаған, тарихы болмаған, мәдениеті болмаған, көшіп қонып жүрген жабайы болған деген пікір қалыптасқан тұстарда, жоқ олай болмаған, біздің байтақ әдебиетіміз болған, терең әдебиетіміз болған дегенді айта алмайтын кез еді. Ал шынтуайтына келген кезде, мәселен, Европа мүлгіп қалың ұйқыда жатқан кезде, мына шығыс жағында өркениет болған. Біздің бабаларымыз алтын тақтарда отырған, алтын сарайда тұрған, алтыннан киінген, өзінің астындағы мінген көлік, атының бәрін, әбзелдерінің бәрін алтындаған, тірісі түгіл өлген, алтынға киіндіріп көмген. Сонда елдің ұрпағымыз біз. Кез келген халықтың әдебиеті, кез келген халықтың өзіменен бірге туады, бірге өседі, қалыптасады, бірге дамиды дейтін өмірдің тәжірибесі ғой. Жоқ, соны біздің айтуымызға болмайтын, тіліміз байланып, басымыз шыр айналған заманда, жоқ, біздің әдебиетіміз болды, ол қазақпен бірге жасасып келеді. Біздің әдебиетіміз онда қандай әдебиет? Мәселен, дүние жүзінде эпос тудырған халық 4-5 болса, соның біреуі қазақ. 1,5 миллиард Қытай эпос тудырған жоқ. Біздің кемеңгерлігіміз, қазақтың керемет ұлылығы осында деп айтуға тіліміз бармады, барғызбады. Сол дәуірде жоқ, әдебиет бар, ол осы қазақпен бірге жасасып келе жатыр. Бұрын